Нұржамал және Нұржамалдың шәкірттері. Саламатсыздар ма? Бұл IT кабинеттердің бірі. Және де біз осы IT кабинеттің технологияларын таныстыратын боламыз. Біз 7-ші сынып оқушылары қалыспайсыздар. Және де осы сіздерге IT кабинеттің таныстырамыз. Біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтпай ма? Біз әлемдік мәдениетке үндес Қазақстанның озық мәдениетін қалыптастыруымыз керек демекші, осы біз бәсекелестікке қабілетті ұрпақ туралы айтып жатыр ғой. Осы бәсекелестікке қабілетті болу үшін осындай IT технологияларды меңгеруіміз керек болады. Және де осы IT технологияларды, IT кабинеттерді меңгеру біздің лицейде қолға алынып жатыр. Және де қолға алынып жатырғандығының дәлелі осы IT кабинеттердің құрылғы болып табылады. Және де осы IT құрылғылардың бірі кинофильмдерді осы теледидарды қосып қарау арқылы штрих-кодтарды қолдану арқылы жүзеге асады. Бұны менің сыныптасым Мұхаммед Темірлан таныстыратын болады. Штрих-кодты көрсетіп экранға сілтемені шығады, сілтемені басқан кезде сол киноны көруге болады. Және де мен қазір осы құрылғылардың бір пайдасын айта кетейін. Бұл құрылғыларда біз кинофильмдерді қараймыз, және де бұрын біз осы кинофильмдердің сюжеттарын кітаптан оқыған болатынбыз. Енді бізде теледидардан көру арқылы, штрих-кодтарды қолдану арқылы осы теледидардан кинофильмдерді көруге мүмкіндік түсті. Осы арқылы біз кітапта берілген сюжетпен осы кинофильмде берілген сюжетті салыстырып көріп, осы сыныптарда талдауымызға болады. Және де осы жерден көріп яғни тарих пәндерінде тарихи киноларды, яғни осы үзінділерді көрсету арқылы және оқушыларымыз уақытын тиімді пайдаланады. Яғни сабақтың бос уақыттарында балаларымыз келіп осында кинофильмдерді көру арқылы өздерінің көріп тұрып тексеріп отырады. Назарларыңызға рахмет. Ең алдымен бізге смартфон керек. Смартфонға Playmatic немесе App Store'дан CityFM программасын жазып аламыз. Программаға кірген кезде біздің алдымызға осындай элементтеріне мешіттер, музейлер, мұнаралар, қамалдар, саябақтар, табиғат саяхаттар, арша елде саяхаттай аласыз көреді. Жоғары жақтан алып келгенін көреді, яғни мемлекет. Бұл жерде осы бағдарламаға енгізілген мемлекеттердің аты иеленген. Бұл жерде біз атақты Египет, Франция секілді мемлекеттері саяхат жасай аламыз. Яғни қала, жаңа енгізілген мемлекеттердің әдемі көркем қалаларына аттар берген. Үшінші көзілдірік, бұл көзілдірік қолымыздағы көзілдірік, виртуалды көзілдіріктің мақсатында бұл көзілдірік арқылы саяхаттауымызға болады. Төртінші бұл баптау. Яғни баптаудан көретініміз бұл бағдарлама үш тілдегі саясатына байланысты және де біздің мектебіміз қызықты мектеп, пилоттық мектептер қатарына қосылғандықтан бізге ағылшын тілін оқу, жазу, өз басылмайтынға ағылшын тілін таңдаймыз. Мысалы сіздерге Стамбул қаласының бір керемет жеріне саяхат жасауға болады. Көзілдірік киген кезде Көзілдірікті көрсетсеңізші.
видеосын көрсетсек, сіздерде виртуалды очки киген кезде сіздерде дәл осылай сезімдер Көзілдікті. Мысалы, кім Париж қаласына да қатысып береді? ортаға Амазонға келдім мен Рамазан Мекке Мәдина қаласында жүрген көріп Мекке қаласы басымызға тұрып қарасаңыз болады басқа жерде. Төменгі жағынан стрелка көрсетуді айтып қой апайыңа. Төменге қарасаңыз егер 3 бағыт бар. Егер жаңағы телефонды, смартфонды алып басқа қалаға кіріп жүрмей-ақ сол 3 бағытты қолданып Смартфонда қолмен болса отырамыз, ана жерде көзбен болсайыз. Osmanlı'da şey işi olur mu? Şey işi olur mu? Ажарда ма? Бәрі болады ішінде. Коучли дегенде бұл мемлекет деген ағылшын тілінде мемлекет деген мағынаны береді. Яғни мемлекеттерде біз өз көзімізбен виртуалды өзінің бір ерекшелігі шынайы көзбен көргендей сезімде боласыз. Яғни мемлекеттердің құнды жәдігерлері мен ерекшеліктерін біз көзбен көргендей әсерде бола аламыз осы көзілдіріктің арқасында. Одан кейін сити бұл қалалардың тізімі берілген, осында енгізілген қалалардың көркем жерлерін өз көзімізбен көре аламыз. Одан кейін көзілдіріктер. Бізге қазір Smart TV деген көзілдірік өте ыңғайлы, өзімізде бар. Сол көзілдірік арқылы барлығын көріп отырмыз. Содан кейін баптаулар бұл жерде 3 тіл берілген: ағылшын, түрік және араб тілдері. Ақтөбе лицейі мамандар 3 тілдік пилот жүйеге енгізілгеннен кейін біздің оқушылар үшін ағылшын тілін пайдалану ешқандай қиындық тудырмайды. Сондықтан біз ағылшын тілін пайдаланып жұмыс жасаймыз.